Қаржы пирамидасына алданып қалатын әйелдер көп. Шымкент қалалық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің мамандары осылай дейді. Баспасөз конференциясында қаладағы қаржылық пирамидалармен күрес нәтижелерін білдік. Әккілердің әшкере болған іс-әрекеттері де айтылды. 70-80% әйел азаматтар құрайды. Оның ішінде ең көбінесе Бақыт Сапарғалиевич айтып өтті, мектеп мұғалімдері, медсестралар, медбикелер, ол бойынша жоғары оқу орындарында біз сабақтар өткізген кезде, мектеп оқушылар кезінде мұғалімдер міндетті түрде қатысады. Қаржы пирамидасымен күрес жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Десе де әлеуметтік желілердегі жарнамасы жер жаратын пирамидаларға алданып қалатындар саны көбеймесе азаймаған. Сан соғып қалатындардың саны да шошытады. Аталған бағытта осы жылдың 6 айында 3 қылмыстық іс тіркеліп қозғалған. Оның біреуі өндіріспен аяқталып, екеуі өндірісте қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Ал өткен жылы 5 іс қылмыс қозғалған. Тергеу нәтижесімен 4 іс өндіріспен аяқталған, ал 1 іс Алматы қаласына жолданған. 2 іс бойынша бүгін таңда сот үкімдері өз күшіне енген. Атап айтқанда, Ақүй Арман қаржылық пирамидасының басшысы 5 жылға мерзімге бас бостандығынан айырылған. Қазіргі таңда қаржылық сауатты арттыру шаралары да жиілеген. Десе де жеңіл ақшаға желіккендердің жолын кесу оңай болмай тұр. Сақ болып, құнды қағазды бөтен біреуге бермес бұрын жіті тексеруге шақырады. Ол үшін арнайы платформада құрылған. Оның қаржылық пирамида белгілері бар жоқтығын тексеру мүмкіндігі бар. Мысалға, сізді қызығушылық тудырып отырған компанияның бизнес сәйкестендіру номерін енгізесіз, яғни BIN. Онлайн түрде сұрау тексеріліп, егер де компанияда қаржылық пирамидалы белгілері немесе қылмыстық іс тіркелген болса, сізге тиісті хабарлама келеді. Экономикалық қылмыстарға куә болсаңыз, жасырып қалмаңыз, жапа шексеңіз, арызданыңыз. Ең дұрысы пирамидаға жоламау.